Ол қатын деген сөз жақсы екен деп, әйелдерді қатын деген сөз жақсы нәрсе емес, оны айтпау керек. Оны айтпау керек. Енді духың жетсе айта бер, енді духың жетсе. Бірақ ол сөзді айтпаған жақсы. Өзі балалардың алдында жақсы. Ертең мысалы сіз қыз ұзатасыз. Өзің әйеліңе қатын дейсің. Соны сенің қызың ұзатылады. Ұзатылған ертесі күні сен ана отқа балаң, күйеу балаң шақырасың ғой үйге қонаққа. Сол шақырған кезде, қатын отыр десеңші, құлағыңа қалай естілер екен? Сенің мәпелеп өсірген қызыңды, оның қасында адал жары, проблема жоқ. Ол өзі біледі кім деп айтса да. Бірақ сіздің көзіңізше қатын деп айтса сізге жаға ма? Мен гарантия беремін, ешкімге жақпайды. Енді жақпаса, сіз де біреудің қызына айтпаңыз ондай, қатын деп. Ол біздің мәдениетімізде жоқ сөз, болды бір ауыз сөз. Мәдениет қой. Иә, ол мәдениетке. Біз келдік енді, жарайды, мәдениеттің жақсы да бар шығар, жаманы да бар шығар. Бірақ мен түсінгенімде әйелге қатын деген сөз айтпаңыз. Айтыңыз, басқа жақсы сөздерді айтыңыз. Балаларымның анасы,